Ал бүгін көптен бері көріспеген қыздармен көрістім ал. Джонсонс отыр. И мынау бар қашымда. Мынау. Сол тамақтанып отырмыз. Неше түрлі өсектер кетіп жатыр. Шүкір тапқа. Сол біраздан құлағын шулатып жатырмыз. Мына қараңдар. Мына екеуі әшейін сөйлесіп ма десем, сөйтсем үйленіп кетейін деп жатыр екен. Құтты болсын ал. Сену керек еді адам. Бұл ма еш айтпай қойыншы. Қорқам уже бар ғой. Мына екеуі отырса қараңдар. Не ол тауып алдың ба? Тауып алдым. Тауып алдым. Менен Аруда маған келейін деп жатыр. Ырвандамаш. Тойға келдік. Алло, Нұртас. Короче, біз жетті келгенбіз аэропортқа. Сонымен бүгін ұшуымыз керек болған. Сөйтіп мынау артта отырған Абиевка деген кісінің кесірінен біздің самолетті бірге ауыстырып жіберді. Неге десеңіздер, кеше барыс бірдеңе бүлдірген. Соның кесірінен ба деп ойлаймыз. Сол бірге сағат бірге ауыстырып жіберді. Сол сияқты. Сол сияқты по-любому. Басқа мен не көріп тұрған жоқпын. 7:45-терің қайда сендердің? 45-7:45. Жоқ, тұрмайсыңдар оятқан кезде. Жоқ, бәрі сенің кесірің барсың. Сен кеше бүлдірмегенде біз уже ұшып кететін едік. В общем, Астанадамыз тағы да бір 3 сағат 4 сағат боламыз сонымен. Бірде иншаллах кетеміз енді, Құдай қаласа. Кетейікші мына жақтан. Ал попытка номер 2. Алла қаласа біз енді точно жүреміз деген ойдамыз. Регистрация өттік. Сол үшін Қазандағы рейсіміз түске қалып кеткен болатын. Регистрация өтіп алдық. Ассаламу алейкум. Барысты тастап кеттік. Қазір келеді Алла қаласа ал. Біз Алматымызға қайттық. Астаналықтар, жолдарыңыз үшін рахмет. Үлкен рахмет сіздерге. Бізге өте қатты ұнады. Бізді жылы қарсы алдық. Деген өлеңді мен университетке түскенде алғашқы жылда жаттағам. Мындай түркше үйреніп қызық болып жүрген кез ғой. Прям мындай бір тыңдап ақ жаттап алған едім. Бірақ уже көп болды айтпағаныма. Geceler boyu sesine uyandım. Sen sandım ellere uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Sormadım ama kalbim yeni yan yana. Sarmadım belinden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu. Saydım kaç gece doldu. Saydım her gün aynı dön. Dön istersen. Менің дайрегіме жазып, оскорбленияларын айтып, өздеріне лайықты ответ алатын адамдарға обращение деймін ба. Ладно, сіздер енді дайрекке жазасыздар, неше түрлі әңгімелер айтасыздар, бірақ өздеріңізге лайықты ответті естіген кезде, сен менің жекеме өттің, сен мені бүйттің, сен мені оскорбить еттің, заң бойынша жауап бересің деп, мені қорқытудың қажеті жоқ. Сіздер мысалға комментарий жазасыздар, оскорблять етесіздер, шал болдың, мал болдың, бүйтіп қалдың, қартайдың бірдеңке деп та, мен почему-то оған мән бермеуім керекпін да. Сосын сіздер мен оған мән бермегеннен дайректке жазасыздар, сол кезде ответ қайтарсам, сіздердің границаларыңызда мен өтіп қалады екенмін. Мен ешкімді боқтаған жоқпын, ешкімді оскорблять еткен жоқпын. Просто сіздер маған не айттыңыздар, соны айттым. Сен көптің бірісің, болмаса сен сияқты туылған адамдар бұл өмірде көп деген оскорбление деп ойламаймын. Сондықтан бет алды бір қорқытып бүйтіп жіберем деген әңгімелер маған өтпейді. Ата қарта әңгіме жоқ. Қайырлы кеш, достар, қалайсыздар? Негізінде толық адамдардың проблемасы ең бірінші салмақ деп ойлаймын. Мен енді логично деп ойлаймын негізінде. Менде де артық салмақ өте көп болатын, және де мен алдынан бері кім біледі, кім білмейді, кім көріп жүр, кім көрмей жүр, салмақ тастаумен өте қатты айналысқан болатын, салмақ тастауға кіріскен болатынмын. Мен айтпаймын бүкіл нәрсені өзімнің еңбегім, менің маңдай терім ол деп. Еңбек болды, әрине, маңдай тер де болды. Бірақ салмақтың тез кетуіне бір үлкен бір себепкер болған бір дүние бар. Артық салмағы бар адамдар болатын болса, жазсаңыздар болады, қаласаңыздар ертең толығымен көрсете аламын. Қажет болса, плюсті басып кетіңіздер.